Мен пятница күн пранк жасайды деп ойлап қалдым ғой. Пятница. Бүгін емес деп. Мен андай қызбын ғой, когда бір жігітті ұнатып тұрам, ол жігіт әлемдегі ең күшті жігіт қой. Кішкентайымнан сонда есім жиғалшы. Әлемдегі ең керемет жігіт, одан асқан сұлу, одан асқан керемет жігіт жоқ та, мінезі, өзіме бір идеал жасап алам да. А когда сол бір подлый тірлік істейма болды ғой. Мен үшін последний адам болып қалады, болды, басқа ештеңе емес. Сүйікті көрермен, сағат 8:00-де Еуразия бірінші арнасының тікелей эфирі, демек Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы өз жұмысына кіріседі. Және сіздермен бірге әдеттегідей Жасырбек Жұматай және мен Айдана Тұрсынғалиқызы. Қайырлы таң қымбат көрермен, бейсенбі баршаңызға берекелі күн болсын. Ал бүгін өздеріңіз байқап тұрғандай алжапқыш тағы болған. Яғни бүгінгі таңды бірден ас бөлмесінен бастағанды жөн санап тұрмыз. Бүгін керемет таңғы ас оңай әрі тез даярланады. Ал оны даярлайтын біздің арнайы қонағымыз, арнайы Астанадан келген аспаз Жандос Жанғабаев. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Жандос, қош келдіңіз. Және бүгін Жандос мырзаға мен өзім көмектесіп, бүгін таңғы асты әріптесім Айданаға әзірлеп